Бүгін біз балалардағы Хантер синдромын ерте кезеңде қалай анықтауға болатынын қарастырамыз. Бұл ауру тек ұл балаларда ғана кездеседі. Ең алдымен назар аударатын нәрсе бұл осы ауруға тән сыртқы белгілер. Қас тоғаларының шығыңқы болуына, бас көлемінің ұлғаюына, шаштың қалың және қатты болуына, кең әрі жалпақ танаулы мұрынға, қалыңдаған еріндер мен үлкейген тілге назар аударыңыз. Мұндай балаларда көбінесе іші үлкейген болады. Бұл бауыр мен көк бауырдың ұлғаюымен байланысты. Іштің, яғни кіндік пен шаптың жарықтары және жарықты алып тастауға жасалған оталар да маңызды белгі болып табылады. Хантер синдромы бар науқастарда тұмау мен тыныс алу жолдарының қайталанатын инфекциялары жиі байқалады. Қайталанатын отиттер, риниттер, аденоид және бадамша бездерінің ұлғаюы лор органдарына жасалған оталарда тән. Хантер синдромы бар балаларда обструктивті апноэ болуы мүмкін. Буындардың қозғалысы шектеулі болуына да назар аударыңыз. Хантер синдромын ерте анықтау, емді уақытылы бастау үшін өте маңызды.